Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге тағы да жаңа бейнежазбамен келдім. Ауа райы бізде ужасно ыстық болып тұр. Білмеймін, қазір 40 градус шығар. Қатты ыстық, былтырға қарағанда әжептәуір ыстық болып тұр. Қазір білмеймін, сіздерге видео түсірейін деп шыққам. Күнді сыртқа шығу жүру мүмкін емес. Қазір Starbucks'тан кофе алып көремін. Егер орын бар болса, сол жерде түсірем. Жоқ болатын болса, онда қайтадан подземныйға баруға тура келеді. Қазір көреміз. Екінші этажды көріп шығайын, қазір орын бар ма жоқ па. Мына жерге отырып түсіріп көрейін ба. Жаздың күні білмеймін, осы жердің бағасы қымбат болса да, саудасы жақсы жүреді әйтеуір. Starbucks'тың. Ал мен толық өз бағасын сатып алмаймын. Жолдасым интернеттен кофе скидка алып берген мынандай. Осы арқылы сатып алатын боламын. 아이스 바닐라 라떼 주세요. 사이즈 어떻게 아세요? 큰 걸로요. 네, 아이스 바닐라요. 이거 쓰시는 거세요? 네. 그럼 1,600원만 더 도와드릴게요. 1번으로 안내 도와드리겠습니다. 네. 감사합니다. A마스 7번 고객님, 아메리카노 드리겠습니다. 시럽 넣어드렸어요. 네. 빨리 두 걸로 드릴까요? 아, 네. 감사합니다. В общем, не керек алдым, бірақ видео түсіремін деп мен ешкім келетін кофені алмай американо алыппын. Бұл маған ең ұнамайтын кофе. Жүрген жерім приключение ғой негізі менің. Амал жоқ, осыны ішеміз енді. Негізі мен ванила ішкім келген тұғын. Осыны ішуге тура келеді. Неге бұл жерде түсіріп жатырмын? Себебі менің бетімді ғана, менің әңгімемді ғана тыңдамастан жан-жанындағы кәрістердің просто подземный күнделікті базарларын көрсін деген мақсат қой негізі менікі. Айтпақшы, өткенде мен осыдан біраз күн бұрын, біздің осыдан 7 жыл бұрынғы тойымызды салған кезде барлықтарыңыздан, кішкентай қыздар, ұлдардан бастап 60-70-тегі тәте, апай, әжелерге дейін барлықтарыңыз тек қана ақпаталарыңызды, жылы сөздеріңізді, жылы лебіздеріңізді жазған екенсіздер. Барлығын түгел оқыдым, жауап беріп үлгере алмай жатырмын. Сонда да барлығын жеке-жеке оқыдым. Үлкен рахмет сіздерге. Маған тілеген жақсылықтарыңыз өз-өзіңізге 100 есе, 1000 есе болып қайтсын дегім келеді. Тойды көріп отырып, Қазақстандағы достарым, бауырларым, ертерек салмайсың ба, тойда болғандай болдық, барып келгендей болдық, рахмет деп барлығы жазып жатыр. Кореядағы туысқандарымыз, сенің сол тойыңа қайтадан барып келгендей болдық қой, өзіміздің осыдан 7 жыл бұрынғы жастық шағымызды көрдік қой деп күліп жатыр. Қазір 7 жылдан бәріміз өзгергенбіз ғой енді. Жастық шағымызды көрдік қой деп бәрі тырқылдап күліп жатыр. Бірақ керемет болды, тойға барып келгендей болдық деп бәрі қуанып жатыр. Үлкен рахмет айтқым келеді сіздерге. Бірақ тойдың болғанынан боларысы қызық дейді ғой. Мен бұл тойды қалаған жоқпын мүлде. Біз заңды үйленгеннен кейін ата-енеміз, ал енді тойды қашан жасайсыңдар, тойды қай күнге белгілейік деген кезде, мен ойланбастан бірінші аузымнан шыққан сөз, мен той жасағым келмейді деп айттым. Ата-енем көзі банка, жолдасым вообще банка. Ол бірінші естір мен ауылдам ондай сөзді. Неге дейді барлығы? Айттым, біріншіден мен тойға кеткен ақшаға, үлкен тойға кеткен ақшаға үй алғым келеді, немесе машина алғым келеді, жағдайым жасағым келеді. Екіншіден, ол Қазақстанның ішінде Алматы мен Шымкенттің арасы емес. Корея мен Қазақстан болғандықтан менің туған туысқандарым, бауырларым, достарым барлығы толық келе алмайды. Ал жолдасының барлығы толық келіп тұрда, мені ешкім келмесе, мен көңіл күймен, керемет көңілмен той өткізе алмайтын сияқтымын деп түсіндірдім. Ол кезде я деп әңгіме жабылды. Содан кейін мен Инчонға кеттік. Біз Инчонға кеттік, өйткені Инчонда тұрамыз. Одан кейін араға бір апта салып па, енеміз, мен Сеулдемін, Сеулге келе аласың ба, бүгін қолың бос па деп хабарласты. Сеулдем деген жоқ, қашан келесіз деп. Сеулға шықтым, біз негізінде айына бір рет енемізбен кездесіп, шопингқа, киноға, кофеге, тамаққа барып тұрамыз. Өйткені енемнің қызы болмағандықтан арман екен қызымен шопинг жасау, қызымен аралау, қызымен жүру, сол үшін менімен жүретін постоянно. Сонымен Сеулде үлкен базарға, Тоңдаймонға бәрі араладық, барлық жерді көріп, киноға бардық, тамақшы болған екен. Давай бір жерге барамыз деді, мені бір
досының құрбысының магазиніне алып барды. Ол жерде не жатады екен десеңіздерші, ақ көйлек, тойға киетін ақ көйлектер жатады екен. Сол жерге бардық. Содан кейін киіп көр деп айтады. Мен кимеймін дейді. Содан кейін давай хотя бір рет киіп көр, одан кейін қинамаймыз деді. Сонымен бәрібір көңілін қалдырмайсың ғой, енең құрбысының үйіне барып тұрғаннан кейін киіп көрдім. Киіп көр, әдемі жарасады екен. Ол кезде жаспын ғой, бәрібір не кисең де әдемі болатын кез ғой. Әдемі жарасып тұр. Сонымен өзіме де әдемі жарасқан, қызық болды шыны керек. Сонымен бәрі күшті жарасады деп еді, қарсым шынымен күшті жарасады. Суретке түсіріп жолдасыма жіберіп үлгересің ғой. Енеміз екеуміз кофешопқа бардық, кофе ішіп отырып енем ал тойды неге жасағың келмейтінін түсіндір деп жатыр ғой. Әрине жаңағыдай бәрін өткенде айтқандарын бәрін айттым. Достарым түгел келмейді, оның үстіне ұялғым келеді, басқа деп. Содан кейін енем отырғыз қойып маған әңгіме айтты. Отырғыз қойып лекция оқытты десем болатын шығар. Өйткені біріншіден дейді, сенің күйеуің, сенің жолдасың, менің балам біздің үйдің үлкен баласы ғана емес, бүкіл әулеттің үлкен баласы. Біздің әулетте әлі үлкен той болмаған біріншіден. Менің балам үйленді деп үлкен той жасауымыз қажет дейді. Сен егер де үйленгеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін үйлену той жасамасаң, барлық туысқандарға сәлем салмасаң, сен жеке әрбір үйге барып сәлем салып, өзіңді таныстырып, мен осы үйдің келінімін деп сәлем салып амандасуың қажет. Ал олай амандаспаңыз болмайды, ол мүлде біздің салтқа жат емес деп түсіндірді. Екіншіден дейді, бұдан да ең үлкені бар, ол сен егер де қазір той жасамасаң, қазір ақ көйлек кимесең, өмір бақи өкініп өтесің. Кез келген жерден ақ көйлек киген той болып жатқан құрбыларыңды көрсең, немесе жай ғана кинодан көрсең де, мен де осылай ақ көйлек киіп көрмеппін ғой деп қатты өкініп қаласың, жақсылап ойлан деп түсіндірді. Әрине мен сол кезде бір нәрсе миыма дың ете қалды, ол не десеңіздерші. Күйеуім маған арнайы маған тұрмысқа шығасың ба деген ұсыныс жасаған емес. Бірақ кейде бір сериалдардан, дорамалардан кино көріп отырып, актер, актрисалар бір-біріне маған тұрмысқа шығасың ба деп тізерлеп отырып жасайды ғой ұсыныс. Соны көрген кезде сіз маған жасамағансыз деп арасында ренжіп алатын кездерім болатын. Кейін сондай болады екен ғой деп өзімде ойладым да. Әрине енең сөзін аттап кете алмайсың ғой, той жасайтын болдық. Кейін енеміз бізге 2-3 дата берілді, 3 күнді берілді. Мына 3 күннің біреуін таңдаңдар дейді. Бұл қандай күн десек, тойға сендер үйленген кезде сендерге ең бақытты, ең удачный сәттілік күн екен деп айтты. Ол мамыр айының 10-ы, 21-і және қазан айы екен. Сонымен қарап отырып біз мамыр айының 10-ын таңдадық. Тойдың болғаннан боларысы қызық дейді ғой, бірақ барлығын енеміз дайындады. Басынан соңына дейін енеміз жүгірді. Біріншіден мен ол кезде кәріс тілін онша білмейтінмін, екіншіден Кореяның салтын білмеймін, үшіншіден мен әлі студентпін, оқып жүрмін, менің бос уақытым болған жоқ. Жолдасым вообще жұмыста, оның мүлде бос уақыт жоқ. Сонымен енеміз бәріне жүгірді. Бізді шақырады, кел той көйлегін киіп көр, кел ананы істе, кел мынаны істе, біз соған ғана барамыз. Сөйтіп жүріп дайындалып, тойымызды аман есен атқарып, әрине біздің Қазақстан ата-анамыз келді барлығы. Солай тойымызды аман есен атқарып шығарған болатынбыз. Өткенде YouTube-қа салған кезде енеме айтып жатырмын ғой, менің YouTube каналымда сіздің 2 балаңыздың да тойы бар. Екеуін бірге қатар көріңіз да, сіздің түріңізді көрсеңіз өзіңіз күлесім неге дейді. Біздің тойда кәдімгідей қобалжығаны барлығы білінеді де, ал екінші баласының тойында еркін отырды, ешқандай қобалжу жоқ, керісінше енемін деген сияқты отырды. Сөйтсем айтады, сендердің тойыңды, конечно, қобалжыдым. Біріншіден келінім шетелдің қызы, екіншіден біздің әулетте үлкен той бірінші рет, үшіншіден барлығына өз жіберген құдағи шетел заман қобалжымасқа амал болмаған ғой. Ал екінші тойларында барлығын қыз жақтан жасады. Түгел қыз өзі жүгірді, қыз жақтың ата-анасы жүгірді. Біздің ата-енеміз дайын тойға барды. Сондықтан қобалжу болмаған сияқты күліп жатыр да, бірақ айтады, қазір той жасағаныңа өкінбейсің ғой деп күліп жатты. Мүлде өкінбеймін. Егер де сіздердің араларыңызда мен сияқты той жасамаймын, тойдың орнына үй аламын, балайына барам, шетелге қыдырам дейтін жандар болатын болса, той жасаңыздар. Жасағандарыңызға өмір бақи қуанып өтесіздер, жасамасаңыздар өкініп қаласыздар деп айтқым келеді. Біз балайына да бардық, үйде алдық, Аллаға шүкір бәрін жасадық. Балайына Париж бен Швейцарияға барып келдік, 2 елге, 2 мемлекетке. Ал үйімізді үйленгеннен кейін 3 жылдан кейін алдық. Яғни несібемізге байланысты барлығы болады. Тек қана еңбегіміз адал, табысымыз адал болатын болса, барлығы болады деп айтамын. Араларымызда мені көріп отырған кішкентай сіңілдеріміз болатын болса, мен той жасамаймын, оның орнына былай істеймін дейтін жандар дүркіретіп, лишний раз шығын шығарып жасаңыздар, бір 500 мың адам шақырып жасамасаңыздар да, ақ көйлек киіп, суретке түсіп, ақ көйлек киіп қалыңыздар, ертең өмір бақи өкініп қаласыздар деймін. Ал үй алу, балайына бару басқа,
несібемізге байланысты бола береді. Егер пешенеңізге жазған болса, ол нәрсе бәрібір болады деп айтқым келеді. Тойдың видеосын салып отырып, осы әңгімені айтқым келіп кетті. Өткенде тойды монтаждап отырып, сол кездегі енемнің айтқан сөздері, сол кездегі мен той жасағым келмейді дегендердің бәрі есіме түсіп кетіп, осы сөзді сіздерге бір шығарайыншы деп ойладым. Сіздермен әңгіме айтсам, мен кәдімгідей жеңілдеп қалам. Өйткені білмеймін, біріншіден мүмкін қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде шер тарқатып алғанға шығар, бірақ сіздермен сөйлесем кәдімгідей жеңілдеп қалам. Барлықтарыңыз жақсы көрем жандарым, сау болыңыздар.